Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Ынталарың қалай? Жақсы. Ендеше сабаққа Сәттілік. дейміз. Келдік. Бастайық. Шығыстан. Себебі? Күн шығыстан шыққаннан кейін не жер құлар, не күн тамамынан кейін шығыстан. Олар жауап бастаса, жауап дұрыс. Үш. Қанша ол? 300. 300-ден астам екен. Қанша жауап? Дұрыс па не жауап? Кирдің жорығы. Тәмегізге жорығы ше? 530. Егер қарсы тұрған сақ патшайымы Кирдің сақ жеріне жазған әлесі Алиен Сөлеймен Ешейін деп айтып өтті қанша рет? 200 метр ешейін деп. Соңғы сұрақ. Қарсы патшасы Кирдің сақ жеріне жорығы аяқты. Келеміз, шығамыз, келеміз, келе береміз. Осыдан қайшы тапсырмасына балды қоймаймыз. Ал топ басшылары, оны бағала топ басшылары, кім топқа түседі, соның аты жөнін жазып отырамыз. Қарайсыз бұқара. Біздің керек болады. Келесі, топқа басшылары. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Шырақтың ерлігі және сақтардың Александр Македонскийға қарсы күресі. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты Қазақстан аумағындағы еркек көшпелілердің халықаралық сахнадағы орнын анықтау. Сабақтың мақсаты бірінші Дарий патшаның және Александр Македонскийдің сақ жеріне жорығының нәтижесін анықтаймыз. Деректер негізінде сақ тайпаларының халықаралық аренадағы орнын түсінеміз және адам азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының негізінде тәуелсіздік және отаншылдық бағытында құндылықтарды бойымызға сіңіреміз. Бүгінгі сабақтың мақсаты. Ендеше біз қазір кішкене бейнебаян. 13 жасынан Аристотель ғұламадан дәріс алған. Өскеннен кейінге жорықтардан оралғанда алдымен ұстазына, содан кейін ғана ата-анасына сәлем беруге баратын көрінеді. Мұның Сіздерге Александр Македонскийдің сақтарға жорығының себебін анықтайсыздар. Қандай не себептен жорық жасады? Екінші критерий жауға қарсы сақтардың қалай тойтарыс бергенін түсіндіресіздер. Үшінші испытание бастаған сақтардың соғылу тәсілін сипаттайсыз. Кітаптан оқып, содан кейін картаға түсіреміз, қолымыздан параққа. Дарийдің бірінші сақтарға жорығының себебін сіздерге анықтайсыздар. Жауға қарсы сақтардың қалайша тойтарыс бергенін түсіндіресіздер. Шырақ батырдың ерлігіне сипаттама бересіздер. Кірістік жұмысқа сіздерге 5 немесе 7 минут уақыт. Мен сіздерге қазір шырақтың ерлігінің жұмыс үстінде көрсете алатын шығармын. Дарий кегін алмақшы болды. Шырақ өзінің денелерін тілдірді. Парсылардың алдына шығып оларды Шегіну арқылы демейміз, партизандық әдіс дегеніміз үнемі шегіне беру емес қой. Келесі. Итбай испытаниенің шегіну арқылы соғыста сұтпай, соғысуды созды. Ол сақтармен бірлесіп 2 жыл бойы Дайынбыз ба? Бастайық. Кім бастайды? Кім бастайды? Бастайсың. талқылап, олар өз жерлерін жаттап алған. Өз жерлерін жаттап алған. Сосын қалай жаттап алған? Екіншісін талқылайсыз. Неліктен басылар мен Македонос пен әскері сақтармен соғысу қиын болды. Олар ешқашан жеңілмеген тайпа. Ешқашан жеңілмеген тайпа деп ойлайсыз. Сен не қосасың? Не жаздың? Не қостың? Сақтардың жеңілмеге тоқтады. Bir жауап, бірақ ауыз. Себебі қыздар тыңдап көрейік. Неліктен басылар мен Македонския
кішкене бақыт қылып тұрайық. Біріншіден неліктен әлемдік империялардың жатқан армиялар тоқтауға мәжбүр болды. Бірінші біздің жеріміздегі тайпалардың қала салмай көшпелі болғандығынан. Әлемнің көп елдері қала салудың да екінші жағы бар. Өйткені қалаға бекініске тығылу көп жағдайда империялардың жеңілуіне кері әсерін тигізген. Ең үлкен себептердің біреуі осы. Әрине екінші жағдай бұл көшпелілердің жер жағдайын өте жақсы біліп, үнемі бір орында тұрақтамай көшіп кетіп отырғандықтан. Ал енді бір жерде тұрақтаған жағдайда мықтарымен оны қоршап, оны қанша бір ай, екі ай жылдап қоршаса да оны басып алған болар еді. Енді Шырақ пен Спитаменің әрекеттеріне мен сізге жақсы баға беремін, салыстырдыңыздар. Біреу өз жағын құрбан етті. Енді сіздерге келесі жеке жұмысты әрқайсыға жеке тартам. Кестені қалған атып қойыңыз. Ручкамен. Сіздерге 2 минут, бәріңізде 3 минут уақыт болды. Кімге бермей алды? Ат жөніңізді дейсіз. Кімге бермей алды? Алып па? Дискриптері дәрейдің жорыққа шыққан жылдарын жазамыз. Сақтардың дәрейге кім қарсы тұрды қолбасшысын жазамыз. Және нәтижесін жазамыз. Тура сондай Македонский қашан шоуында адресі тұрды. Siz oynayın. Karşılıklı ayaklarınızı bağlamak zorunda. İmanları yakar, cigara yakar bilen. Yukarı yakardayız. Hayırlıcı da ayaklarınız. İslam'a yakar bilen. Секунд уақыт. Секунд? Уақыт көп. Сізден бітіріңіз. Тек қана адамдарға жүрін жылдар. Енді үшінші адам. Bağlar caz oldu mu? Bağlar caz oldu mu? Kırmızı diyeceğiz. Ayakta ver. Екі, үш. Бұл бәріміз енді осы келген жерде жұмысты аяқтаймыз. Және бұл ең күрделі тапсырма болатын жеке жұмыс. 4 балдық жұмыс естеріңізде болсын. 4 балдық түсіндіңіз ме? Ручканы қоямыз, аяқтаймыз. Жауабын салыстырамыз. Кімде осындай әрқайсының егер толық болмаса қандай толық болса 4 бал, одан кем болса әрқайсысы кем қоя береміз. Қоямыз. Салыстырамын, мен дұрысын өздеріне салыстырамын. Не болып қалған?
Makedonskiy jensga tushadi. Bo'lib, davom qabullanadi. Qolganimiz жаңағы belgilab beramiz. Qanday qabul ekanini ko'rdik. Endi bag'lov parametrini ballarimizni qo'yamiz deydi. Bu 3-chi taqsimlar bo'ladi. Durs bo'lsa 4 ball qo'yamiz. Bag'lov bo'lsa İki durs bo'lsa 1 ball qo'yamiz. 4 durs bo'lsa 2 ball qo'yamiz. 6 durs bo'lsa 4 ball qo'yamiz. 5 durs bo'lsa 3 ball qo'yamiz. Tushundingmi? Ketdik abi. Sen nasıl? Yirmi bal koyarsanız. Biz sabahımızın işkence korkunç bölümüne kelip kaldık. Basketbol oyunu oynayıp, basketbol oyununda kelimiz, cevap veririz. Eğer dört cevap vergenlerde buna özü oradan var söz. Asıklarımız kim bastaydı? Bir can bastasın. Topun üstüne basamız. Topun üstüne basamız. Cevap doğrusu birinci Dari'nin cevabı bizim zamanımızda var. 519 yıl var. Kile veremiz. Kim var? Birinci Dari'nin cevabı burada. Kim bilir? Kelesi. İtalyan asırdan soğuktun cübüzü Qanday ta'sir? Partizanlık hadis diyeceğimiz. Bu aşık ayfasına tutuyor. Nemi cavabın içinde bırakır oturakın hadisi gibi. Kelesi. Kim çıkmadı? Nega olay atalgan? İskender Zulkarnayn degan ne bo'lgandi? 65 шығысты басқан бағындырған қос мүйізді деген мағынаны береді. Кім шықпады? Бәрімізге бір-бірден келу керек. Неге? Мұқаған емес қой. Жаңа айттым ғой. Абай, Құнанбай, Ескендір поэмасын жазған. Мен айтамын ғой жаңа көздің адамның көзін бергені Александр Македонский Самарқандның тұрғындары сол кезде ол көзді өлшеп көр деген екен. Адамның көзін бір уыс топырақ санамасынан екен. Сол тарихта қалған Македонскийдің Азияға жорығы. Кім шыққан жоқ? Сен шыққан жоқ? Мен шыққан жоқпын. Екеуің шыққан жоқ. Бірақ мен уақытым қалды. Соңғысы кел. Александр мен Дарий мен Александрдың жорығы немен аяқталды? Міне балалар, біз Александр Македонский мен бірінші Дарийдің жорықтарын аяқтадық. Олардың қалай болғанын білдік. Сабақтың қорытындысында Савшырақ батырдың ерлігі ғасырлар бойы аңызға айналып және олар осылайша ұлы даланың өз ұрпақтарына сақтап келе жатыр. Қазір қарап отпай балдарыңды қорытындылай беріңіздер. Балдарыңызды қосылып, топ басшылары, бал оқушыларын барлық жаза береміз. Ендеше сабағымыздың мақсатына оралайық. Біз мақсатымызға жеттік па? Қазақстан аумағындағы ерте көшпелердің халықаралық сахнадағы орнын біз анықтадық па? Осыны бір ауыз қорытындылап берейік. Өйткені бұл сақтар әрине халықаралық сахнадағы бұлардың орны өте жоғары болды. Егер сақтар болмағанда бірінші Дарийда, Александр Македонскийда одан әрі жаулаушылық жорықтарын жалғастырып, одан да үлкен шығындар, үлкен зардаптар әкелген болар еді. Бұл бір. Екіншіден біздің жеріміздегі үлкен көшпелілік дамудың тұрақтылығын сақтап қалды деп айта аламыз. Қазір топ басшылар және оқушылар өздеріңіздің бағаларыңызды айтайық. Қорытындысын жазамыз. Общий жиынтық қанша болды оқимыз? Бұған ба екеу ғой? Екеу.
Top başlarla okuyayım cevabını. Siz bağlayın okumuşlardı. Bir kapsırması var. 2 dış olsa kaça bal 2 yıl. 2 yıl dış olsa 2 mal koyarız. Çıkan dedim, sabahın bir kumlara. Tez bağlayın. Қолына жібер, екі тапсырмасы. Жалпы бағаны оқисыз? Жалпы баға 8. 8. Дайыр Иманғали жалпы баға 7. Ерқадырқызы Іңкәр 6. 6. Жалпы балдарын оқимыз. Lise başkanım 8 Aysultan Molda 8 Mirjan Cizde Sen faizler olmalı. Endişe sağlamamıza keyif vermeniz gerek. Herkesiniz ki niye düşündük? Sırağımız var. Sıraklarımız var diye diyorsanız, belki bize keyif etmiyorsanız, düşünmesek işlemeyi düşünmedik. Tez pardon. Bakın işte siz ben çıkabilirim cevaplama. Turun derimiz biliniz. Tez. Sana vakit geçti. Belki yemek olsa ne? Aslan tamam, sen ne yiyen bakalım, sınırlar gösteririz. Ne cevap var? Belki yemek olsa ne miydi? Sıraklarını açtık. Endişe bağlanıp olduk. Bugün tapsırması okuldağı 103. bettegi birinci, ikinci tapsırma tamamını hortumsuz gelemiz. Günlerimizi açamız, yazıp alamız. Allah katışanlarınıza rahmet olsun. Salahımız ayaklandı. Yazıp alamız tapsırmasını. Aynalı bir Tamam özür. Cinavar. Sonra orada nasıl etmek?